Достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Қоңырауға қол қойып, өткізбеу үшін қоңырауды басыңыз. Советхан Ғаббасов. Педагогика мен психология негіздері. Алғы сөз. Бүгінгі адамзат өркениетінің дамуында табиғи ғылым мен рухани ғылымның үндессіздігінен, адам тәрбиесі мен тәлімінде орасан үлкен кемшіліктер көріне бастады. Сол кемшіліктердің көзге ұрып тұрған екі түрлі сипаттарын ғана атап өтуді жөн көрдік. Ол, бүкіл адамзат қауымының өзімшілдігі мен құмарпаздығының салдарынан табиғаттағы экзоэкология бұзылып жатса, ал адам ұрығының улануынан өзінің эндоэкологиясы аса ауыр күйге душар болып отыр. Сондықтан да бүгінгі адам тәрбиесі мен қоғам тәрбиесіне жаңаша көзқарас керек. Адам тәрбиесі дұрысталмай, қоғамда әділеттілік пен қайырымдылық орнауы мүмкін емес. Ендеше, бүкіл педагогика мен психология ғылымдарына батыл көзқарастарға методология иек артқан, мүлдем жаңа жүйе негіздердің ұсынылуы ауадай қажет. Осы арада адамзаттың ұстаздары деп танылған Аристотель мен Әл-Фарабидің айтқандарына құлақ ассақ. Кез келген понның негіздері өзінің ішінен шығып дамымаса, ол еш уақытта ғылыми пән бола алмайды деп ақ пен қарадай ашып жазған. Міне осы қағиданы басшылыққа алсақ, бүкіл батыстағы еуропоцентристік методологиядағы педагогика мен кеңестік ғылыми педагогиканың да сындарлы көзқараспен қарайтын тұстары көп. Оның үстіне кеңестік идеологияның сыңар жақ тәртібінде қалған, бүгінгі біздер басшылыққа алып жүрген Ресей педагогикасының да Касан қағидаларының тозғандығы анық аңғарылады. Мұны байқаған бүгінгі Ресей қоғамы, адам құндылығына ерекше мән беру арқылы, бүкіл педагогика ғылымы мен іс тәжірибедегі методологиясын түбегейлі қайта қарастыруда. Кукушин, М. 2006. Бұл кітаптың басты мақсаты сол, жалпы педагогика пәні ретінде, басқада дамып жатқан ғылымдар тәрізді, үнемі өзінде бар кемшіліктерді қайыра зерттеп және ғылыми негіздеріне тән сипаттарды жан-жақты жетілдіруді қарастырады. Дәстүрлі педагогиканың көкжиегін тарихи деректермен кеңейтіп, әлемдік жаңалықтарды қамтитын адам тәрбиесінің инновациялық тәжірибесін жинақтауға тырысады. Оның үстіне бұл еңбектің әмбебаптық сипаты, тіпті оқырманның мектеп оқушысынан бастап, ұстаздар мен ата-аналар және студенттер мен ғалымдарды да қызықтыра алатын кеңдігімен ерекшеленеді. Өйткені мұнда педагогика ғылымының әртүрлі салаларын қамтумен қоса, баланы да, үлкенді де шырмауықтай шырмап алатын әлеуметтік педагогиканың отбасындағы, өндірістегі, мектептегі, жоғары оқу орындарындағы, тіпті көшедегі көріністері сез болады. Адамзат қауымының өмір тіршілігі мың сан түрлі болса, ондағы педагогикалық дәстүрлердің де соншама мол қырлары мен сырлары бар екенін байқатады. Бірақ осыншама кеп ерекшеліктеріне қарамай, олар міндетті түрде рухани үндестіктерін табуға тиісті. Мінекей мұның өзі педагогика ғылымының үздіксіз дамуына әсерін тигізбек. Сонымен қоса, олар бірін-бірі байытып қана қоймай, педагогикалық тәсілдер мен технологиялардың үнемі алмасуында қамтамасыз етеді. Келер ұрпақтың тәрбие тағылымының негіздері болашақты жүйелі түрде болжау арқылы және оның әлеуметтік экологиялық сипаттарына жете мән берумен тереңдеуі қажет. Бұл бүкіл қоғамдық тәрбиенің салауаттануымен қоса, адам ұрпағының өзін-өзі аздыру кінәраттарына да тосқауыл қояды. Ұрпақ тәрбиесін алдын ала болжалдау тәсіліне сүйену арқылы, оның диагностикалық мазмұнын түбегейлі өзгертуге әбден болады. Ендігі жерде бұрынғыша Касан қағидадан шықпайтын, көшірме ғалымдардан тез арылу мәселесі кезек күттірмей шешуді қажет етеді. Өйткені өтірік ғалым өрт шалған өлкенің иесі ғана екені түсінікті. Екінші бір аса ауыр ағат жағдай, бұл тіпті дүние жүзі педагогикасында кемшілеу ретінде айтылуға тиісті мәселе. Күні бүгінгі дейін адамзат тәрбиесіндегі өз орнын ала алмай отырған халық педагогикасы мен ұлттық психология пәндерінің білім беру жүйесіне енгізілмеуі дер едік. Сондықтан, қысқаша болса да, осы мәселеге көңіл бөлуді жөн көрдік. Ендеше, алдымен бүгінгі таңдағы халық педагогикасының жай күйі қалай еді дейтін заңды сұрақ туындайды. Бұл сауалға жауап беру үшін бүкіл кеңес педагогикасы бағдар етіп ұстаған Г. Волковтың «Этнопедагогика» атты ғылыми еңбегіндегі тұжырымға еріксіз тоқталуға тура келеді. Оның пікірі бойынша, халық педагогикасы ғылым емес, тек ғылыми педагогикаға шикізат, материал, өмірлік фактілер ғана бере алады. Оның бір тұтас жүйесінің жоқтығын былай қойғанда, алымды идеяларды жетілдіріп отыратын қорытынды теорияларының болуы да мүмкін емес деп тұжырымдайды.
Міне, бұдан халық педагогикасының ғылыми жүйеленбегендігін былай қойғанда, тіпті оның мазмұнымен, міне, болмысымен негізіне еш уақытта да көңіл бөлінбегендігі анық байқалып тұр. Ендеше халық педагогикасының осыншама өгейлікке ұшырауының себебі не? Оның басты себебі халық педагогикасы ғылыми пән немесе ретінде танылмады. Бұл саналы түрде жүргізіліп келген империялық саясаттың, еуропоцентризм методологиясының тікелей әсері еді. Мәселен, көне грек мәдениетінің соңғы 2 ғасыры мен біздің эрамыздың 8 ғасырын қамтитын Рим империясының әсерімен Еуропа елдерінің халық педагогикасы ғылыми жүйе ленбей, оның орнына классикалық педагогика дейтін жасандылық дүниеге келді. Екінші, өзімізге тікелей қатысы бар Орыс империясының әсерінен оның қол астында бодандықта болған жүздеген халықтың ұлттық тәлім-тәрбиелері ғылыми дамудан махрұм қалды. Сондықтан да ғылыми педагогика делінетін жасандылық қолдан таңылып, адам баласы ең әуелі биологиялық индивид, сонан кейін ғана қоғамдық тұлғаға ауысатындығын даралай көрсетуге рұқсат етілмеді. Себебі, генетика ғылымдарының заңдылықтары империялық саясатқа қайшы келетін еді. Жалпы империя атаулы бағынышты елдерінің ұлттық тарихында, халықтық педагогикасында табанының астына салып, оның бой көтеруін еш уақытта қаламады. Өйткені бұл екеуінен де қай халықтың болмасын ұлттық санасы оянады. Ал империя атаулыны күйрететін күш тек ұлттық сана екендігі дәлелдеуді қажет етпейтін аксиомалық шындық. Ендеше уақыт талабымен жаппай өмірге ене бастаған халық педагогикасын ғылыми түрде дамыту, оның өзіне тән методологиясы мен жүйесін және қадау-қадау негіздерін айқындау ауадай қажет. Сөйтіп, оны жалпы педагогиканың ауқымында үндестіре пайдаланудың берері мол. Мәселен, ұлы педагог Ушинскийдің «Халық педагогикасы жоқ жерде, педагогика ғылымы да жоқ, педагог та жоқ» деген тұжырымын есте ұстаған жөн. Алғаш рет жазылып отырған «Педагогика мен психология негіздері» атты бұл оқу құралының мазмұны мен мәні, бағыты мен бағдары 2005 жылы жарық көрген «Халық педагогикасы мен психологиясының негіздері» атты монографиялық еңбекпен бірыңғай үндестік тауып, ондағы теориялық ойлардың астарындағы күрделі күрмеулерді тарата талдап айтып беруді мақсат етеді. Сол еңбекте ғылыми түрде дәлелденген педагогика мен психология пәнінің 2 сатылы, немесе 2 деңгейдегі методологиясы 7 түрлі негіздері 2 жүйесі осынау ұсынылмақ оқу құралының да сапалы бітімі мен сындарлы келбетін айқындай түспек. Былайша айтқанда, ұсынылған тараулар мен тақырыптардың ішкі мазмұндарын ашумен қоса, халық тағылымының тарихи сипаттарына да ерекше тоқталып, оның өмірдегі өрнектерінен пәр менді мысалдарды адам тәрбиесі төңірегінде барынша орынды пайдаланбақ. Жалпы адам тәрбиесіндегі бұрын-соңды айтылмаған жаңа ұғымдар мен түсініктерді ұсынумен қоса, оның тіршілікпен үндескен қарапайым да нақты ережелерінде айқара ашып көрсетуге ерекше көңіл бөлінеді. Тіпті тұңғыш рет адам дегеніміз не? Жан және рух деген не? Биологиялық және физиологиялық заңдылықтар деген не? Оның адам тәрбиесіндегі әсерлері қандай? Деген мың сан сауалдарға да ғылыми негізделген жауаптар ұсынумен бірге, көптеген тіршілік арнасындағы көріністердің жұмбақ сырларына батыл барлаулар жасалынбақшы. Бұл ұсынылып отырған педагогика мен психология негіздері оқу құралында бірінші рет тән тәрбиесінің бір жақтылығын ашып қана қоймай, оның жан тәрбиесінсіз, ұлы Абай айтқан толық адам, нұрлы ақыл бейнесіне тіпті де жете алмайтындығымыз жайында сыр шертеді. Бүгінгі таңдағы инновациялық технология жетістіктеріне иек арта отырып, жанның да 12 мүшесі, яғни 12 түрлі арнасы жайында тұңғыш рет мәселе көтеріп, былайша айтқанда, компьютердің сан қилы бағдарламасы тектес сипаттары бар екендігін анықтайды. Осы күнге дейін, тіпті 21 ғасырлық өркениетімізде, жанның тәрбиесін жүргізу қажеттігі мүлдем ескерілмей келгендіктен, адам бойындағы жанның бар арналары жабылуға жақындаған. Соның айқын дәлеліндей, бүгінгі жарық тіршілікке келіп жатқан ұрпақтарымызда түйсіктің түрлері, шынайы сүйіспеншіліктің іздері, ар-ұждан мен имандылықтың көмескі тартуы, жігерсіздік, ішкі бес сезімге жататын көкірек көзі мен сана саңлауларының әлсіреуі, тұқым қуалайтын тектілік, тіпті зерде мен зейіннің де көп төмендеп кеткендігі ешкімге де құпия емес. Осылайша, жан мен тән тәрбиелерінің үндессіздігінен, анығырақ айтқанда, олардың әрқайсысына тәрбие тәсілдері дұрыс жүргізілмеуінен, адам баласын күллі тіршілік атаулыдан ерекшелеп тұрған, оның бойындағы рухы да дұрыс жетіле алмауының мысалы кеп. Ендеше, тек осы айтылған пікірлердің өзінен ақ, педагогика мен психологияға арналған оқулықтың қаншалықты қажет екендігі айтпаса да түсінікті.
Ғасырлар бойы қалыптасқан халық педагогикасы көнеден келе жатқан ел тарихын, әдебін, этика, талғамын, эстетика, өнерін, өркенін, мәдениетін, этнографиясын, ділі мен дінін, бүкіл халықтың болмысы мен дүниетанымдарын өз деңгейінде барынша түсінікті де тартымды етіп беруге тырысады. Бұл еңбекте әдеттегі көшірме оқулықтар тәрізді, сіресіп жатқан сілтемелерге бой алдырып, оқушылардың санасын сарсытып сарылтпауға ерекше көңіл бөлінді. Педагогика мен психологияның екі түрлі жүйелері өзінің ғылыми методологиясының екі түрлі сатыларына немесе биологиялық индивид деңгейінен бірінші жүйесі жүрек тәрбиесі қалыптасады да, ал сананы жетілдірер сатысынан екінші жүйесі, ақыл тәрбиесі біртіндеп ашылып өркенін жаяды. Жүрек тәрбиесі түйсік пен ішкі сезімдердің әсерлері арқылы негізінен ана құрсағындағы 9 айдың көлемінде қалыптасатыны белгілі. Міне осы ұғымды сәл тарата талдай айтуды жөн көрдік. Жалпы жүрек тәрбиесі арқылы негізінен адам жанының арналары ғана ашылып қоймай, бүгінгі таңда көп жағдайлары түсініксіз болып отырған мидың экстрасенсорлық қабатымен тығыз байланысты парапсихологиялық құбылыстардың да ерекше жетілетінін ескеру қажет. Сондықтан да ана құрсағында жатқан жан иесіне жүргізілетін тәрбие тәсілдерін бұрында терең түйсігі арқылы мыңнан бір ана болмаса, ал қазіргі кездегі ұрпақ жалғастырып жатқан ана атаулының тіпті түгеліне жуығының қаперіне де кіріп шықпайды десек, ешқандай асырып айтқан сөз емес екені анық. Ал педагогика мен психологияның екінші жүйесі болып табылатын ақыл тәрбиесі нәрестенің қарашығын ұстап, айналасындағы ақ пен қараны ажыратып қана қоймай, сонымен қоса оның алғашқы таңырқауы мен таңдануынан сәби санасы бастау алатынын есте ұстаған жөн. Осы екі жүйемен сабақтасып жатқан, оның жеті негізі тән құрылысының жетілу сәттеріндегі физиологиялық жеті кезеңнен шығатыны белгілі. Сонымен, халық педагогикасы мен психологиясы дегеніміз адамның жан дүниесін тәрбиелейтін және зерттейтін ілім екендігі енді ғана қалыптасып жатса, оның пән ретінде жетілуінің айғағы да осы оқу құралы мен өмір тіршілігімізге енетіндігіне сенгіміз келеді. Өйткені оны жер бетіндегі халықтар өзінің тіршілік тұрмыстарының ережелері тәрізді қанымен де, жанымен де қалыптастырып көзінің қарашығындай сақтаумен қоса үнемі үзбей ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып отырады. Кітап 10 тараудан тұрады. Осы тараулардың әрқайсысында бұрын сонда адам тәрбиесінде айтылмаған жаңа көзқарастар бар. Оның ең негізгі себебі еуропоцентризм методологиясынан баз кешіп, адам тәрбиесінің табиғи методологиясына ауысуымыздан екені анық. Алғы сөзде кітаптың барлық тарауларын талдамай-ақ, тек бұрынғы педагогика кітаптарында айтылмаған, осы еңбектің кіріспесіндегі замана сыры мен уақыт тынысы атты тақырыптардың қысқаша ғана мәнін аша кеткенді жөн көрдік. Бірінші, замана сырына ерекше мән берудің қажеттігіне тоқтасақ, сөз жоқ. Кез келген халық өзінің ұлттық тарихын жүйелі түрде білу арқылы, өткен замандардың қыры мен сырына қанығады. Осы арқылы сол халықтың ұлттық санасы ашылып, жеке адамдардың кісілігі жетіліп, азаматтық сананы күнделікті тіршілігінің түйініне айналдырады. Екінші, уақыт тынысын түсіну арқылы өзінің бүкіл ғұмырын текке кететін және босқа өтетін сәттерінен ажыратып қана қоймай, мұндай кемшіліктерді болдырмаудың тәсілін табады. Адам баласы шексіз де шетсіз уақыттың өзіне тән тұрақты заңдылықтары барын ескеруі керек. Мәселен, шыққан күннің бататыны басталған аптаның аяқталатыны, айдың өтіп, жылдың бітетіні тәрізді. Адам өмірі кезеңдерінің де отбасын құру және ұрық тазалығы, нәресте кезеңі, балбөбек, сәбилік кезеңі, балиғат, кәмелеттік болып, әр кезеңнің басы және соңы бар екенін білумен қоса, олардың тек өздеріне тән тәрбие тәсілдері болатынын, бұрын уақыт тынысына мән бермегендер терең түсіне де алмаған. Бұл адам тәрбиесіндегі аса үлкен қателіктердің бірі болып табылады. Осыны бала кезінен бастап ұққан адамның жетер жетістіктері ерекше болмақ. Замана сырлары. Бұл тақырыпты азды көпті игеру үшін, халқымыздың өткен тарихының кезең-кезеңдеріне қысқаша болса да аз кем шолу жасамақпыз. Ол үшін негізгі тақырыптарды іріктеу арқылы барынша нұсқалы мазмұнға жету басты шарт болмақ. Қай халықтың да елдік салтына елеулі әсер ететін туып өскен жерінің аумағы, оның қоғамдық дамуының кезеңдері, әр замандардағы мемлекеттік құрылымдарының сипаты, мәдени дамулары мен тағылым тәрбиелерінің жүйелеріне ой жүгірту көзделінеді. Сөйтіп, оқушыларға кең мағлұмат берерліктей нағыз оқу құралын жасау негізгі мақсатымыз болып табылады. Оның үстіне, біздер қай тақырыпты сөз етсек те, тек халықтың әр кезеңдерінде жасаған тағылымдар мен тәлімдеріне ғана баса назар аудармақпыз. 1. Ұлы дала. Адамзат тарихында ұлы дала жайында аз жазылған жоқ.
Бірақ оның ұлылығы мен құдіретін өз тұлғасына лайықты етіп, әлі күнге дейін бар шындығы айтылмағаны да анық екенін мойындау қажет. Тіпті жазылған дүниелердің ішінде айтылатын жалған пікірлер мен қиянаттың молдығынан жанарың сүрініп, жан дүниең құлазып азапты күйлер кешетінің де рас. Адам баласы өз ғұмырында жүріп өткен ұзақ салқар тіршілік жолындағы тарихын бұрмаламай, ақиқатын айтып үйренбесе, оның тәрбиесі мен тәліміндегі аса ауыр ақаулар жалғаса бермек. Жер бетіндегі далалардың ішінде Еуразия құрлығы ғана ұлы дала аталынып Хинған мен Карпат тауларының арасында ұзындығы 7-8 мың шақырым, ал ені 5-6 мың шақырымға созылып жатқан байтақ кеңістік қазіргі бірнеше мемлекеттерге иелік етіп отырған түркі тілдес халықтардың тербеліп өскен тал бесігі болып саналады. Сондықтан да олардың тұрмыс тіршіліктері мен дәстүр салттарына ұлы даланың тигізген әсерлері айта берсе тым ұзақ әңгімеге айналып кетеді. Ендеше дала төсінде тіршілік еткен адамдарға тән бір ғана ерекшелікке көңіл аударсақ, олардың күллі тіршілік тағылымдары мен тәрбие тәлімдері табиғатпен үндесіп қана қоймай, негізгі биологиялық заңдылықтарды да бұлжытпай орындау, оларға тән аса үлкен ұлағат екенін айтпақпыз. Осы айтылғанның теңдессіз дара көрінісі қазақ халқында бүгінгі дейін сақталып отырған 7 атаға жеткенше қыз алыспау дәстүрі осының бірден бір мысалы болып табылады. Мұндай дәстүрді жер бетінің басқа бөліктерінен кездестіру мүмкін емес. Ендеше замана сырларын аша түсетін әр кезеңдердегі қоғамдық дәуірлерге тағылымдық нұсқада ғана сөз беруді жөн көрдік. 2. Сақтар дәуірі. Түркі тілдес халықтардың, соның ішінде қазақ ұлысының да ата тегі болып саналатын сақтар әулеті біздің жыл санауымызға дейінгі 7 ғасырда шаңырақ көтеріп, біздің заманымыздың 2 ғасырына дейін өмір сүрді. Сақтар мемлекетінің негізін қалаушы Алып ер тұңға Афрасияп. Оның дана да биік тұлғасы жайында сыр ұққыңыз келсе, ұлы Фердаусидің аударуларыңызды сұрамақпыз. Танымы шахнамасына көңіл әуел бастан тәңірліктің, олардың өз уақыттарында жасап, ұрпағына қалдырған рухани байлықтары бүгінгі заман адамдарын да қатты таңырқата тамсандырып отыр. Әсіресе сақтардың әлемге әйгілі даналық өрнектері, звериный стиль мен руна немесе түркі жазулары болғанын айтсақ та жетіп жатыр. Ал кешегі Алматы түбіндегі Есік қорғанынан табылған алтын киімді адамның бойындағы мың сан түрлі зергерлік бұйымдар ұлы дала мәдениетінің үздік нұсқалары болып табылады. Осынау өнер өрнектерінің іздері бүгінде жалғасын тауып жетілуде. 3. Ғұндар дәуірі. Біздің заманымызға дейінгі 204 жылдан осы эрамыздың 216 жылына дейін дәурен сүріп, аты аңызға айналған әйгілі Мөде батырдың басқаруымен тастары өрге домалаған ғұндарға қытайлықтар салық төлеп, тіпті амалсыздықтан 3000 шақырымға созылған атақты Қытай қорғанын тұрғызуға мәжбүр болған. Бұл жайында қазір кең көлемде жариялана бастаған тарихи жылнамалар мен зерттеулерден қарауды ұсынамыз. Қазір Қытай қорғанын жер жүзінің халықтары арнайы туристік сапарлармен барып қызықтап тұрады. Ғұндар да тәңірлік дінді тұтынып, түркі жазуларын пайдаланған. Өз заманында Еуразия құрлығында ғұндармен иық теңестіретін бірде-бір ел болған емес. Тұрмыс тіршіліктеріндегі тәртіптің түрлері мен тағылымдарының сипаттары сақтардың мұрагерлері екенін дәлелдейді. 4. Түркі қағанаты. Ғұн ордасы құлағаннан кейін оның негізін құраған туыстас тайпалар босқындыққа ұшырап, торғайдай тозып, бүкіл орталық Азияға, Еділ сыртына, тіпті қиыр шығысқа дейін тарыдай шашылып тарап кетеді. Тек аз ғана бір шағын бөлігі ғана Алтай тауында қалып, жужандардың билігімен 400 жылдай елеусіз өмір кешеді. Өздеріне жайлы мекен еткен Алтайдың осынау аңғарлы алқабын Ергене кон деп атаған екен. Жужан ханына салық орнына темір өндіріп беретін, темір балқытқыш ұстасына айналады. Қол өнерімен егіншілікті кәсіп етіп, етек жеңін жинаған ғұн ұрпақтары айналасына елеулі бола бастайды. Әсіресе 535 пен 552 жылдар аралығы олар үшін қайта ояну кезеңіне айналады. Бумын атты қолбасшыларының ересен тапқыр қимыл әрекеттерінің арқасында олар өз тәуелсіздіктері үшін азаттық күресіне шығып, қайра көтерген ордасын түрік деп атандырып, билеушісі Бумынға Елхан деген атақ береді. Осылайша түрік қағанаты дүниеге келеді. Ертедегі түркілерде өзі мекендеп отырған ұлы даланың ыңғайына орай, жылдың 4 мезгілін тамыршыдай танып тіршілік ететін ата көсібімен көшпелі өмір салттарын жалғастырады. Сонау Орхоннан Еділге дейінгі ұланғайыр аймақты иемденумен қоса, түркілер де өзінің ежелгі ата-бабалары сақтар мен ғұндар тәрізді ұлы даланың бұлжымайтын табиғат заңдылықтарына қылдай қиянат жасамай үндестік табуға тырысады.
Олар кең даланың айдынын тек 4 түлік мал үшін ғана пайдаланып қоймай, айналасындағы Қытай мен Тағбач сияқты қуатты көршілерінен қорғану тәсілдерін де шебер қолдана білген. Соғыста темірден жасалатын неше алуан қарудың түрлерін ойлап шығару арқылы, түркілер сол кездегі отырықшы халықтардан да асып түседі. Осындай ең негізгі екі қажеттілік мал өсіру мен отанын қорғау, кең даланы тұтастай меңгеруге мәжбүр етті. Егер де ертедегі түркілердің мекендері шағын болса, тіпті жер бетінен құрып кетуі де мүмкін болатын. Ертедегі түркілердің ұрпағына қалдырған мәдениеті хақында сөз етсек, тұрмыс салтымыздағы қолданылып келе жатқан мың сан заттық бұйымдарымызды айтпағанда, тек Орхон Енесей жазба ескерткішінің өзі неге тұрады? Келешек ұрпақтарына тарихын, өнерін, даналық ойларын, ел болудың ережелері мен тәртібін тасқа қашап жаздырған халықта осы бір ғана түркілер екені белгілі. Түркілер бұл ескерткіш жазуларды бітік таш деп атаған. Қазір дүние жүзіне белгілі үлкен және кіші күлтегін мен тоны көк атты жазбалардың мәні мен мағынасын білмейтін мәдениетті адамдарды кездестіру қиын. Иә, алғашқы сәттерде оқылуы аса қиынға түскен бұл көне ескерткіштің сырын ашып кілтін табу мәртебесі көптеген тілдерді білетін, лингвистикадан мол дайындығы бар Дания ғалымы Копенгаген университетінің салыстырмалы тіл білімі кафедрасының профессоры Вильгельм Людвиг Петер Томсен 1842-1927 ғұламаның игілігіне тиеді. Қазіргі жер жүзіндегі 30-дан аса түркі тілді халықтардың ұрпақтары Томсен ғұламаға өздерінің шексіз алғыстарын айтып мәңгі құрмет тұтады. 5. Қарахан қағанаты. Тайпа ретінде сонау ғұндар заманынан белгілі қаңлылардың ұйымдастыруымен біздің эрамыздың 840 жылдары кешегі талапай тартыстарға ұшыраған түркілердің түтінін түзеп, Қарахан қағанаты дүниеге келді. Олар Сырдария, Талас, Шу, Жетісу мен Шығыс Түркістан өңірлерін құтты мекен етіп қана қоймай, қалалар тұрғызып, жер жыртып, егіншілік кәсібін өркендетіп, мәдениеттің сан түрлі салаларынан елеулі жетістіктерге жетеді. Олардың сәулет өнерінің белгісіндей бүгінге дейін махаббаттың пәк сезімінің ескерткішіндей, Тараз қаласының түбіндегі Айша бибі күмбезі, сол заманның мұралары болып саналатын Қарахан, Аяққамыр, Алашахан, Сырлытам тәрізді көненің көздері біздерді ата-бабамыздың аруақтарымен жалғастырып жатыр. Бұл қағанаттың да түбіне жеткен сол баяғы так тартысы, алтыбақан алауыздық пен халықтың ішкі береке бірліктерінің жоқтығы болып табылады. Неше ықылым замана сырларына үңіле зерттеп қарасақ, түркі тілдес халықтардың түбіне өздерінің ішкі берекесіздіктері себепкер болып отырған. Оларды еш уақытта да сырттан келіп жау құлатып көрген емес. Осы деректің мәніне қазіргі түркі мемлекеттері де ерекше мағына беруге тиісті. 6. Алтын Орда. Қазақ халқының тарихында ұлы Шыңғысханның дәуірі ерекше орын алады. Оның ата-бабасы шыққан қият руы да қазіргі моңғол тайпаларының ешқайсысының ішінде жоқ екені белгілі. Тек қазақ, қарақалпақ халықтарының құрамындағы Қоңырат тайпасында ғана сақталған. Шыңғыстың нағашы жұрты да, оның бірінші әйелі Бөртенің төркіні немесе қайын жұрты да сол Қоңырат тайпасы болып табылады. Сондықтан да Шыңғысхан қазақ тілін мүлтіксіз таза білген. Оны ақ киізге отырғызып хан көтерушілер де қазақтың ірі тайпалары Қият, Найман, Керей, Меркіт билері болатын. Біздің заманымыздың 13 ғасырында бір ұрпақтың көз алдында ақ Шыңғысхан бүкіл Еуразияның ұлы даласына толық үстемдігін орнатады. Шыңғысхан империясы алғашында жошы ұлысы делінгенімен әлемге Алтын Орда атанып әйгіленгені белгілі. Ұлы даланың аумағы 4 ұлысқа бөлініп, Алтын Орданың иелігіне шығысында Балқаш көлі мен Ертіс өңірінен бастап, батысында Қара теңіз бен Дунай өзенінің аймағын түгелдей қамтиды. Былайша айтқанда, Алтын Орданың жері бүгінгі Қазақстанның алып жатқан аймақтарын түгелге жуық өзінің қарамағында ұстаған. Оның негізгі халқы да бүгінгі қазақ пен өзбектің және басқа да түркі тілдес халықтардың құрамындағы тайпалардан құралғанымен әртүрлі діндерді ұстаған алашабырлау еді. Өткен замандарға бүгінгі күннің көзқарасымен зерделесек, Шыңғысханның 300 жылдан артық үстемдік етуі Орыс империясының тез жетілуіне кедергі болып, оның Орта Азияға және Қазақ даласына жасайтын басқыншылығын көп кідіртті. Егер де тарихи жағдай басқаша қалыптасса, бүгінгі Орта Азия халықтары мен қазақ халқының тағдыры бұдан да ауыр күйлерді бастарынан кешірулері мүмкін еді. Тіпті құрып кетуі де ғажап емес болатын. Алтын Орданың мемлекеттігін күшейткен ұлы жошы ханның баласы Бату хан оның батыс шекарасын Хунгария мен Польшаға дейін, түстігінде Кавказдың біраз бөлігін бағындырып ұстаған еді.
Бату ханнан кейінде Алтын Орданың абыройын аспандатып ұстаған хандар: Берке 1257-1266, Мөңке Темір 1266-1280, Туда Мөңке 1280-1287, Төлебұқа 1287-1291, Топты 1291-1312 жыр, Өзбек 1312-1342 жыр, Жәнібек 1342-1357 жыр. Тәрізді билеушілері де ежелгі дәстүрлерді жалғастырып, айналасындағы елдерді ықтырып ұстады. Алтын Орданың тұсында көптеген қалалар салынып, оның Берке сарай, Бату сарай сияқты астаналарында сәулет пен колонерлері, әдебиет пен ғылым айтарлықтай дамыды деуге болады. Алтын Орданың халқының құрамы ортекті болғандықтан, олардың шаруашылық пен мәдениет мұралары да алуан түрлі болды. Солардың ішінде Дешті Қыпшақ даласын мекендеген Қоңырат, Найман, Керей, Уақ, Арғын, Қыпшақ, Алшын, Қаңлы сияқты түркі тілдес тайпалар негізінен мал шаруашылығымен айналысты. Ақыр аяғында Алтын Орданы ішкі алауыздық пен тақталастары және сыртқы күштердің әсерімен далиып жатқан дала империясы біртіндеп әлсірей берді. Куликова даласында болған 1380 жылғы Донскойдың әскерімен шайқаста алғаш рет итжығыс түсіп, бұрынғыдай емес, өзінің шалдыққандығынан сыр алдырып қалды. Оның үстіне 1391 және 1399 жылдары екі рет келіп тиіскен Ақсақ Темірдің соққысы қалжырай бастаған Алтын Орданы мүлдем есеңгіретіп тастады. Бұл аз болғандай Тоқтамыс пен Едіге қан кешумен қырқысып, бірін-бірі өлтіріп тынды да, тарихтағы ең соңғы дала империясының ойраны шықты. Осының нәтижесінде Алтын Орда ыдырап, ұсақ хандықтарға Қазан, Қырым, Ноғай, Астрахань, Қазақ, Өзбек дейтін ұлыстарға бөлініп кетті. 7. Қазақ хандығы. Осынау түпкі тегіміздің ұзын ырғасынан қысқаша мәлімет берудің өз заңдылықтары бар екенін ескере отырып, ұлы дала үстінде не бір өзгерістер болса да, сақ, түркі замандарынан бері қарай жалғасып келе жатқан халықтық тағылымдарымыз бен дәстүр салттарымыздың және тілдік тұтастықтың үзілмеген арқауы барын арнайы айтып өтуді парыз санадық. Бұл үрдісті Шыңғысхан заманы да бұлжытпай орындады. Оны қазіргі түркі мемлекеттері де өздерінің халық қадерінше сақтап отыр. Алтын Орданың шашылып кеткен сынықтарының ең ауқымды бөлігі Дешті Қыпшақ даласының соңғы иесі Әбілқайыр хан да қолындағы билігіне толық ие бола алмай аласапыранмен жүргенде Барақ ханның баласы Жәнібек пен немере ағасы Керей екеуі батыл қимылдап, ат құйрығын кескен күйі ауа көшіп, Шу бойындағы Қозбасыда орда көтеріп, 456-1477 жылдар аралығында Қазақ хандығының іргесін біржолата орнықтырады. Қазақ хандығының алғашқы тақ иесі жасы үлкен Керей хан болса, оның жол көрсетер ақыл иесі әз Жәнібек болады. Әйтсе де, қазақ өзбек атанып как бөлінген ежелге бір тұтас жұрттың арасы алыс-беріс күйде болатын. Бірақ өз-өзіне тартып меншіктеген менікі сенікінің аяғы жиі-жиі қан төгістерге де ұрындырып тұрды. Осылайша сол замандардағы мимырт уақыттың өзі де өте шығып, Керей ханнан кейін оның баласы Бұрындық 1480-1511 жыр ел билігін қолына алады. Оның басқаруындағы қазақ хандығы Созақ, Сығанақ, Сауран қалаларын иемденіп, жер көлемінде және қолөнер орталықтарында алып нығайта түседі. Ендігі жерде жаңа құрылып жатқан хандықтың көрегенде Данагөй басшысы ретінде тарих сахнасында ақыл парасатымен өшпес із қалдырған Қасым хан 1511-1523 өзінің әйгілі ел басқарудағы қасқа жолын ала келді. Ол кешегі халқына қадірі асқан ақылман әз Жәнібектің баласы болатын. Әке дәстүрін бірден басшылығына алған ол көбінесе шебер саясатымен даулы мәселелерді қан кешу ұрыстарға айналдырмай-ақ көздеген мақсаттарының үдесінен шығып отырады. Соның арқасында қазақ халқы осы күнгі жеріне негізінен сол Қасым ханның тұсында ие болады. Халық мамыражай уақыттарды тиімді пайдалану арқылы өзінің тұрмыс жағдайларында халықтық тағылымдарын жаңғырта жалғастырып, бұрынғы ата бабаларының дәстүр салттарында терең мазмұндармен жетілдіре бастайды. Оның парасатты ел басқарудағы еңбегін ерекше бағалаған жұрты ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып Қасым салған қасқа жол деп өнеге етіп қалдырды. Қасым хан дүниеден қайтқанда оның мұрагері Хақназар ер жете қоймаған жас еді. Ол таққа отырғанға дейінгі 15 жылдың ішінде ұлыстың іші қатты тоқырап, әжептәуір күйзелістерді басынан кешіреді. Хандықты басқарған Мамыш, Тайыр, Бұйдаштар елдің әлеуметтік саяси өміріне қажет ішкі және сыртқы жағдайларды дұрыс түсіне алмады.
Әйтсе де, кешегі пәрменді басшылықтармен шыңдалған елдік қасиет өзінің бұрынғы арнасынан жаңыла да қоймаған еді. Қазақ хандығын жарты ғасырға жуық билеген Хақназар хан 1538-1580 халқымыздың маңдайына біткен ырысы да, абыройы да болғаны аңызға айналып, өшпес өнегесімен артында қалды. Ол, бір қазақтың ғана қамын ойлап қоймай, есі түркі тілдес халықтардың бірлігін терең түсінген қайраткердің деңгейіне көтеріле білді. Оның қырда, қырғыздармен, ойда, ноғайлы мен Сібір хандықтарына туысқандық сезіммен араласа білгені айға. Тек Хақназардың тұсында ғана қазақтар Еділ мен Жайықты еркін жайлап, Сарыарқа мен Өр Алтайды алтын бесігіне айналдырады. Міне, осыншама жерді ыңғайлы басқару үшін 3 аймақтық немесе 300-дік деген түсініктер алғаш рет қазақ халқының тұрмысына енеді. 8-300 дегеніміз не? Бұл ұғымның мәні неде? Қандай мазмұнға иелік етеді? Мүмкін тіпті халықтық қасиетімізді асылдандырып, жаратылысымызды жаңғырта, тегімізді мәйектендіретін биологиялық заңдылыққа ма, әлде физио-психологиялық факторға жата ма? Немесе отбасылық дәстүрге береке бірлік қосарлықтай, шапағаты мол аса ықпалды құбылыс па? Әлде иесі қазақтың туысқандық салт санасына жағымды әсер етер, әлпештеуге тұрарлық заңдылықтардың жүйесі ме екен? Кәнеки, осы сауалдарға 6 алаштың баласы болып толғанып та, ойланып та көрелікші. Деген ұғым сонда толғантқан ой мен жүйеленген тұжырым бойынша 300 саналы жанды ауыр азапқа жетелейтін, жұртымыздың тұтастығы мен бірлігіне қайу түсіретін, ішкі сыртқы жауыңа ғана қажет, аса ауыр теріс психологияны қалыптастыратын, өте жайсыз ланы мол ұғым екенін аңғару қиын емес. Ендігі жерде 300 мәселесін барынша ашып, оның астыңғы ағысындағы апатты иірімдердің сырына үңілген жөн сияқты. Егерде қазақ халқын жаратылыс берген тегіне орай, оны гауһар тасқа баласақ, онда қазіргі түсініктегі 300 ұғымы осы асыл тасты іштей кеуектеп жатқан қарабас құрт тәрізді сипатта десек артық айтқанымыз емес. Жоғарыдағы айтылған сауалдардың жауабын іздесек, тарихи деректердің ізі, ескіден келе жатқан жазбалар мен шежірелер ауқымы, халқымыздың ең елеулі хандарының бірі болған Хақназар заманына апарып терейді. Себебі, қазақ халқының мекен жайын Хақназардан асырып ұлғайтқан, сол кеңістікті ұзақ жылдарға тұрақтандырған ерен еңбегімен бұрынғы және соңғы хандардың ешқайсысы да онымен шеңдесе алмайды. Міне, осынау алып даланы басқару үшін 3 аймақ немесе 300 деген ұғым өмірге еніп, бүгінгі таңда бейне туыстықтың шекарасы тектес түсініктерге ауысып, өзінің аса жайсыз әсерлерін тигізуде. Мұның мәнін дер кезінде ұрпағымызға ұғындырып бермесе, келешек күндерде оның жамандығы геометриялық үдемелікке ауысуы ғажап емес. Байқап аңғарсаңыздар, бұл кәдімгі республикамыздағы кешегі 19 немесе бүгінгі 14 облысымыз тәрізді мәні мен мағынасы бар түсінік қана екен. Бұдан қазақ халқы 1900 я 1400 деп бөлініп отырған жоқ қой. Олай болса, 300-дің мәні мен мағынасы осылайша айқындала түсіп, бірақ оның орнығып қалған ұғымына келешек ұрпақ тәрбиесінде арнайы түсініктер жүргізбесе болмайды. Ендеше, осы тектес басқа халықтың өміріндегі бір мысалға көңіл аударып көрелік. Қай жағынан да еңселі елдің бірі болып саналатын неміс халқы 2-ші дүниежүзілік соғыстың лаңынан кейін Берлин қаласын 2-ге бөліп тастаған темірбетон қабырғасы қолдан тұрғызылып, 30 жылдың ішінде сол халықтың бүгінгі ұрпақтарының арасында қаншама қиянат пен қиыншылықтардың себебіне айналып отырғаны белгілі. Мінекей, бұл сырттағы тұрғызылған қабырғаның әсері. Ал біз айтып отырған 300 деген ұғым, бұл сырттағы қаланған қабырға емес, іштегі болғанда да психиканың өзінде қалыптасып келе жатқан бөліктену мен жат болудың жолы десек артық айтқанымыз емес. Мынау егемендігімізді алып, жеке мемлекет болғалы жатқан алғашқы уақытта мұны қолға алынуға тиісті ұлттық тәрбиеміздің бірегейі деп есептеген жөн. Қазірдің өзінде қайбір топ құрғыш данышпандар 300 туралы ұғымды туыстықтың шекарасы тәрізді қолданып жүр. 300 ұғымының шын мәнінде халқымыздың қандас туысқандығына да, оның тектік қасиеттеріне де үш қайнаса сорпасы қосылмайтындығының дәлелі көп. Мәселен, жоғарыда аталған тарихты зерттеуші ғұламалардың еңбектерінде келтірілетін көне Қытай жазбаларындағы деректер осы айтқандарымызды айдан анық етіп дәлелдейді. Мысалы, бір кездегі аса мықты Байырку тайпасынан 8 оғыз, наймандар 9 оғыз, керей мен уақтар, 12 ата байұлы мен керделі керейттер тарақты мен жалайырлардың тарайтындықтары айтылады. Міне, бір ғана осы деректен бөліктене кетуге әзір тұрған 300-ның күл паршасы шықпай ма? Айта берсе тарихи мысалдар толып жатыр.
Бірақ оқулық үшін оның бәрін тізбектеп жатудың қажеті жоқ сияқты. Ел басқарудағы түсінігі мен тұлғасы ерек Хақназар хан бір қазақтың қамын ғана емес, туысы бір түркі тілдестерді жақындастырамын деп жүргенде, 1580 жылы Ташкент билеушісінің жансыздары оған қастандықпен өберіп өлтіреді. Одан кейін Қазақ хандығының басына шығай 1580-82 ж. Тәуекел 1582-98 ж. Есім 1598-1628 ж. Жәңгір 1645-52 ж. Әз Тәуке хан 1680-1718 ж. келді. Сол Әз Тәуке өлгеннен кейін 300 атты қарабас құрттың қозғалуымен қазақтың гауһар тастай беріктігінің быт-шыты шығып, 3 хандыққа бөлініп кетті. Оның ақыры халықты ақтабан шұбырындының қасіретіне батырды. Сол бөлінушіліктен кейін 300 жыл бойы Орыс империясының бодандығында жүріп, мәңгүрт болудың аз-ақ алдында Алланың рахымымен егемендігімізді алып, енді ғана жас мемлекетіміздің шаңырағын көтерудеміз. Сондықтан да ұрпақ тәрбиесі үшін бұл тақырыпты арнайы сөз етіп отырмыз. 2 уақыт тынысы. 20 ғасырдың соңғы 15 жылы алай-дүлей аласапыран уақиғаларға толы болды. Өйткені Еуразия құрлығын түгелге жуық алып жатқан қаһарлы Ксра атты империя ауруға шалдығып, адамзат тарихында бірінші рет қан төгіссіз империяның ыдырауы басталғанды. Оның құрамынан бөлініп шыққан 15 мемлекет жаңадан өз шаңырақтарын көтеріп жатты. Осылайша ол бүкіл жер бетіндегі адамзат қауымына әсерін тигізіп, уақыт тынысымен ғасыр ауысып, қоғамдық формацияның өзгергендігіне куәгер болдық. Бұл шын мәніндегі әлемдік ұлы уақиға еді. Бір бетбұрыс кезеңі. Өтпелі кезеңнің алғашқы бастауындағы алан-еленде ойда жоқ нендей уақиғалар өтпеді десеңізші. Ең әуелі 70 жылға созылған тоталитарлық социализмнің жүйесі күйреп, қырғи-қабақ соғыстың ақырғы нүктесі қойылғандай болды. Екі қоғамдық жүйенің алдыңғы шебінде тұрған немістің екі бағдардағы мемлекеттері бірігіп, өздерінің бір тұтас елдігін жариялаумен қоса, Екінші дүниежүзілік соғыстың символы тәріздес, Берлин қаласын екіге бөліп тастаған темір бетон қабырғасының күл паршасын шығарып, оның сынықтарын тарихи ескерткіш ретінде таратып жіберді. Ал КСРО-ның өз ішінде де мемлекеттік төңкеріс жасау әрекеттерінен бастап көптеген қанды қақтығыстар болып жатты. Солардың ішіндегі ең алғашқы демократиялық қозғалыстың қарлығашындай бүкіл әлемді дүр сілкіндірген 1986 жылдың желтоқсанында 17, 18, 19, 3 күнге созылған қазақ жастарының Алматыдағы республика алаңында өткізген ереуілінің мәні уақыт өткен сайын тұлғаланып барады. Ол ауруға шалдыққан аш арыстандай арпалысқан империяның қанды шеңгеліне түсіп, оны аяусыз басып жаншымақ болған сойқандарын өз мойындарымен көтеруге мәжбүр болды. Сонымен ыдырап кеткен империяның бұрынғы идеологиясының күлі көкке ұшып, жас мемлекеттердің ешқайсысына да керек болмай қалды. Бұл жаңадан бой көтеріп жатқан ұлттық мемлекеттердің күнделікті тұрмысында идеологиялық бос кеңістіктердің пайда болғандығын аңғартты. Әрине, мұндай бос кеңістіктердің пайда болғанын күллі табиғат пен адам қоғамдары еш уақытта да көтере алмайтындықтары баяғыдан белгілі. Міне, осынау бос кеңістіктерді жылдам алмастыру үшін әр халық ешбір үкіметтің жарлығынсыз-ақ бірден өздерінің ата-бабалары ғасырлар бойы жасаған халық педагогикаларының естерінде қалған сипаттарын жаңғырта бастады. 2. Қалай және неден бастады? Қазақтың халық педагогикасы бұрын-соңды еш уақытта ғылым ретінде байыпталып та, жинақталып та, тіпті жүйеленіп те көрген емес. Олай болса, оның ғылыми методологиясы мен негіздері де айқындалмаған. Ендеше оның ғылыми жүйеленген теориясы да жоқ деген сөз. Ал теориясы қалыптаспаған пән үзіліссіз үнемі дами алмайды. Қазақ халқы 300 жылға созылған бодандықтың бұғауымен ойсырап шыққан жұртымыз, нағыз халық педагогикасының орнына өзі білетін этнографиялық жетістіктерін кең түрде жаңғыртып пайдалана бастады. Ежелден белгілі этнографиялық ілімнің тарауларына үй тұрмысында қолданылатын заттар, ою-өрнек-өрімдер мен зергерлік бұйымдар, ұлттық киімдер мен тағамдар, өнердің сан саласында қолданылатын аспаптар, тіпті күнделікті пайдаланатын ыдыс-аяқтарға дейін, әртүрлі халық өзінің ұлттық талғамдарына орай жасайтындықтары белгілі. Әрине, бұл да адам тәрбиесіне әсер ететін халық педагогикасы мен психологиясының қолданбалы көріністері екені анық. Бірақ осылай дей тұрсақ та этнопедагогика дейтін ұғым, халық педагогикасы іліммен қаншалықты тығыз байланысты болса да, олар бірін-бірі еш уақытта да алмастыра алмайды.
Өйткені, адам болмысы өзіне ғана тән тәрбие тәсілдері бар, тән құрылысы мен жан дүниесі деп аталынатын екі түрлі күрделі жүйелерден тұратыны белгілі. Мінеки осынау тән құрылысының тәрбиесіне негізінен этнопедагогика ілімінің жетістіктері әсер етсе, ал адамның жан дүниесінің тәліміне халық педагогикасы мен психологиясының негіздері мен жүйелері ықпал етпек. Ендеше, 20 ғасырдың парадоксы, сәйкессіздігі тәрізді, ғылыми пән ретінде енді ғана қалыптасып жатқан халық педагогикасы мен психологиясының методологиясын және негіздері мен жүйелерін жаңадан жасаудың орасан үлкен міндеттері тұр. Уақыт тынысы біздерден осыны талап етеді. 3. Жалпы халық педагогикасы мен психологиясының тағдыры және оның қиын жолдары. Халық педагогикасы мен психологиясы ғылыми пән ретінде адамзат тарихының дамуында әлеуметтік аса ауыр себептер мен әдейі ығыстырылып, шетке алып қойғандығы байқалады. Осы айтылған тұжырымның дәлеліндей белгілі ғалым Г. Волковтың этнопедагогика атты ғылыми монографиясындағы қорытындыға қарасақ, халық педагогикасы ғылым емес. Тек ғылыми педагогикаға шикізат, материал, өмірлік фактілер ғана бере алады. Оның біртұтас ғылыми жүйесінің жоқтығын былай қойғанда, тіпті алымды идеяларды жетілдіріп отыратын теориясының да болуы мүмкін емес деп үзілді-кесілді ой түйеді. Оның айтуынша, ғылыми педагогика халық педагогикасын ары қарай дамытушы емес, тек оның материалдары мен шикізаттарын пайдаланушы жалған негіздегі жасанды пән екендігін аса қиналмай-ақ зерделеп түсінуімізге әбден болады. Ендеше, халық педагогикасының осыншама өгейлікке ұшырауының себебі не? Міне осынау сауалды жан-жақты қарастырып зерттегенде анықталған аса қызық қоғамдық құбылыстың әсерін байқауға болады. Осы уақытқа дейін халық педагогикасының ғылыми негізде дамымауы тікелей империялық саясаттың салдары екені анықталып отыр. Бірінші мысал, көне грек мәдениетінің соңғы 2 ғасыры мен біздің эрамыздың 8 ғасырын қамтитын Рим империясының отарлау саясатының әсерінен бүкіл Еуропа елдерінің халық педагогикасы ғылыми негізде дамымауының салдарынан оның орнына жасанды классикалық педагогика дүниеге келді. Аристотель мен Әл-Фарабидің ғылыми классификациялары бойынша өзінің ішкі негіздерінен дамымаған кез келген пәннің жасанды екені баяғыда ақ айтылып дәлелденген тұжырымдар. Ендеше, классикалық педагогиканың да негізін тек философиялық ілімнен бастау алдырып, империялық саясаттың бұйдасына байлайды. Ал шын мәнінде кез келген философиялық ілімнің өзі де осы халық педагогикасының бір бұтағы болып саналатынын ескерген жөн. Олай болса, бұзаудан сиыр туыпты деудің де еш қажеті бола қоймас. Екінші мысал, соңғы ғасырлардағы қазақ халқының тұрмыс-тіршіліктеріне тікелей қатысы бар Орыс империясының әсерінен оның қол астында болған жүздеген елдердің халық педагогикалары өзінің ғылыми дамуынан махрұм қалды. Жалпы Орыс империясының идеологиясы мен оқу-ағарту жүйелерінде Рим империясынан алынған көптеген алдауға толы әдістер мен айлалы әрекеттер молынан кездеседі. Ең әуелі империялық саясатта адамды биологиялық индивид ретінде әдейі мойындамайды. Себебі генетика ғылымының ең негізгі заңдылықтары империялық саясаттың негізгі мақсаттарына қарама-қарсы келеді. Мінеки сондықтан да жалпы империя атаулы өзінің езгісіндегі халықтардың ұлттық тарихында, халықтық педагогикасында асқан жәдігөйлікпен жаныштап, олардың ғылыми негізделініп бой көтеруін қаламайды. Өйткені бұл екі пәннің тәрбиелерінен қай халықтың болмасын ұлттық санасы мен азаматтық рухтары оянады. Ендеше, қай кезде болмасын империя атаулыны күйрететін күш тек ұлттық сана мен адамдық рух екенін дәлелдеп жатудың өзі артық. Бір, педагогика дегеніміз не? Иә, шындығында да педагогика дегеніміз не? Бұл сөздің мәнімен шыққан тегіне бүгінгі түсінік пен көзқарасты байыптап көрелік. Сонда грек сөзі педагогика, педагогос, орыс тілінде детовождение, пейда ребенок бала, гогус вести жүргізу, немесе баланы жүргізу, жетілдіру тәрізді түсініктерін береді екен. Бұл сөз қазақ халқының түсінігіне орыс елінен келгені белгілі. Ал қазақ мәдениетінде педагогиканың баламасы тағылым, білім, тәрбие, тәлім, тәртіп ретінде қабылданады. Бүгінгі таңдағы ғылыми түсініктер де осы сөзден шығатындықтан педагогика ғылымы деп аталынады. Педагогика ғылымдарының зерттеу алаңы тәрбиесінің негіздері мен заңдылықтарының түрлері, білім беру тәсілдері мен үйрету технологиялары арқылы жеке тұлғалардың жетілуін қамтамасыз етеді. Оны үнемі ұрпақтан ұрпаққа жалғастыра жетілдіріп отырады. Адам педагогика ғылымдарының негізгі категориялары тәрбие, білім беру және үйрету, жетілдіру деп шартты түрде бөлінеді.
Тәрбие 1. Білім беру 2. Жетілдіру 3. Үйрету тәрбие түрлері түйсіктік және саналы тәрбие болып екіге бөлінеді. Түйсіктік ақыл мен түйсіктік тәрбие ана құрсағында жүргізіледі. Құрсақтағы жан иесі ұрық тазалығы сақталып пайда болғаннан кейін, жетілу кезеңінің 4-ші айынан бастап түйсіктік тәрбиеге бейімделіп қана қоймай, оны үнемі күтуде болады. Міне осы кезеңде жанның 12 арналары түйсік, ұят, сүю, мінез, қабілет, зерде, жігер, ішкі 5 сезім ашылуымен қоса жетіліп тұрақталады. Ал бала жарық дүниеге келіп, нәресте, бал-бөбек, сәби балиғат кәмелет кезеңдерінің әрқайсысының өздеріне ғана тән тәрбие тәсілдерімен ержететіні белгілі. Бұл айтылып отырғандар біз ұсынған 2 сатылы методологиядан шығатын 2 жүйе жүрек тәрбиесі мен ақыл тәрбиесі 7 түрлі негіздері қалыптастыратын жаңа психофизиологиялық түсінікпен сипатталады. Білім беру тек дұрыс жүргізілген тәрбиенің жалғасы болуы керек. Білім әр кезеңдердің тәрбие тәсілдерімен үндестіріліп және жетілдіріліп отырады. Бала үлкейген сайын оның алатын білім түрлері де күрделене түседі. Жетілдіру тәрбие мен білім беруді үндестіре үйретумен қалыптасады. Осындай үндестіктердің әсерімен адамдардың тұлғалануы өрнектеледі. Ана құрсағында жүргізілетін түйсіктік педагогикамен бала дүниеге келіп ұлттық жөргегіне оралысымен-ақ, сол ұлттың халықтық педагогикасының тағылымдарын, дәстүр салттары мен ырымдарын үйрене бастайды. Тәрбиенің мұндай сипаттарына халық педагогикасының әр негіздерінде жеке-жеке кең көлемде тоқталатынымызды ескертеміз. 2. Педагогика мен психологияның методологиясы. Адам баласын жер бетіндегі тіршіліктің заңды жалғасы деп қарасақ, дарвинизм ілімі, оның саналы тіршілікке ауыса бастаған алғашқы қадамының өзі, табиғат аясынан тым құралақан шықпағандығын анық байқатады. Ол 2 аяғына тік тұрып, еңсесін көтерген сәтінен бастап ақ, тіршіліктің бұрыннан қалыптасып қойған тәжірибелерін жетілдірумен даралана түседі. Тән құрылысындағы мүшелердің дұрыс қызмет етуін физиология заңдылықтарын бұлжытпай орындау арқылы сақтаса, ал жан дүниесін жетілдіруді өзі шыққан тіршілік әлеміндегі түйсіктік тәрбиені санамен алмастыра отырып, бүгінгі халық педагогикасы мен психологиясының бастауын қалыптастырады. Міне, бұдан адам баласының өзімен құрдас, бүгінгі ғылыми ұғымдағы халық педагогикасы мен психологиясы және қалыпты физиология ілімдерінің өте ертедегі қарапайым сұлбаларының біртіндеп жетілгенін көреміз. Методология ғылыми пәннің әдістемелік ілімі. Ол жалпы жоне жекелеген ғылыми әдістерді зерттеумен қоса, сол зерттеулердің нәтижесін пән ретінде жүргізуді де пәрменді түрде қамтамасыз етеді. Оның негізгі сүйенетіні диалектикалық заңдылық пен логикалық жүйе екенін естен шығармаған жөн. Бүгінгі дейін пайдаланып келген адам тәрбиесінің методологиясын сындарлы көзқарасқа салсақ, онда тек бар болғаны адамды жай қоғамдық тұлға ретінде ғана қарастырған. Ал оның ең негізгі сатысы биологиялық индивид кезеңі адам тәрбиесінен де, тіпті ғылыми зерттеулерден де тыс қалып, осы уақытқа дейін ескерілмей отырғанын ашып айтуымыз керек. Сондықтан да бүгінгі адам тәрбиесі аса ауыр бір жақтылық сарынмен оның тәні де және жаны да өте күрделі көптеген ақауларға ұшырап отыр. Адам тәрбиесінің алғашқы физиологиялық кезеңдерінің арқауы болып табылатын биологиялық заңдылықтарды тіпті мойындамақ түгіл, ескерудің өзіне де тыйым салған уақыттар болды. Осының әсерінен адам тәрбиесінің ең алғашқы физиологиялық кезеңдері болып табылатын, оның ұрық тазалығы мен ана құрсағындағы 9 ай мерзімінің өздеріне тән қасиеттері ескерілмей, жасандылыққа ұшыраған бүгінгі ғылыми педагогиканың қаперіне ілінбей қалып келді. Міне, осының салдарынан адам тәрбиесінің методологиясында оның бірінші сатысы, яғни биологиялық индивид кезеңі мүлдем ескерілмейді. Шын мәнінде бұл кезең адам тәрбиесінің ең негізгі де аса күрделі, тума қасиеттерінің қайнар көзі болып табылады. Өйткені адам тәрбиесінің дәл осы кезеңінің мәнін, яғни биологиялық индивид сатысының сырын ұққанда ғана, халық педагогикасы мен психологиясының негіздерін және жүйелерін ғылыми тұрғыдан анықтауға болады. Сөйтіп, өз негізінде дамыған пәндер тәрізді, мысалы физика, химия, биология, халық педагогикасы мен психологиясының негіздері мен жүйелері де өздерінің ішкі мүмкіндіктерінен бастау алып қана қоймай, сонымен қоса адамның жан дүниесін қоректендіретін, оның тән құрылысының физиологиялық кезеңдерінің заңдылықтарына бағындырыла отырып жасалынады. Осыдан келіп, халық педагогикасының біз ұсынып отырған методологиясында тән құрылысының физиологиялық 7 кезеңінен халық педагогикасы мен психологиясының 7 түрлі негіздері мен 2 түрлі жүйелері қалыптасады.
Адам тәрбиесінің екі жүйесі жүрек тәрбиесі мен ақыл тәрбиесі бүгінде белгісіз болып отырған адамдағы көптеген күрделі құбылыстардың сырлары мен тылсым жұмбақтарын ашады. Олай болса, күллі адамзат қауымына ортақ адам тәрбиесінің методологиясы екі кезеңнен тұратындығын еш уақытта да естен шығармаған жөн. Оның бірінші сатысы биологиялық индивид ретінде қарастырылса, екіншісі сананың арқасында қоғамдық тұлғаға жетілуі болып табылады. Міне, осы екі сатының немесе екі деңгейдің диалектикасынан адам тәрбиесінің табиғи түрдегі ғылым методологиясы қалыптасады. 3. Еуропоцентризм методологиясы апат. Енді ғана басталып жатқан 21 ғасырдың күрделі де күңгірт сыр сипаттары мен құйтырқысы мол еуропоцентризмді барынша нақтылап, ғылыми негізде терең түсіну әсіресе халқының саны аз, экономикасы әлсіз шағын мемлекеттерге ауадай қажет. Себебі империялық мүдде мен еуропоцентризм методологиясы бұрынғы қай кездегісінен де қабыса түсіп, екеуара үндесудің небір айлалы тәсілдері мен түрлерін, формаларын ұсынуда. Бұл әдіс айлалардың ең жоталысы аты мен затын көкірегі ояу жандар жақсы біледі. Бүгінгі таңдағы ғаламдану немесе жаһандану дейтін өркениетке көшуді жеделдетуде. Оның да сүйенетіні еуропоцентризмнің қатпары қалың аярлықтары екені белгілі болып отыр. Өйткені супердержавалар жаңылтпаш ғылым ретінде еуропоцентризм методологиясынан асқан тәсілдің де, айланың да жоқ екенін терең түсінеді. Ендеше, еуропоцентризм методологиясы дегеніміз не? Дейтін заңды сұрақ туындайды. Иә, бұл жайында көптен айтылып келе жатқанымен, еш уақытта сараптай салалап талданып та, астарындағы құпия сырларын ашып, жүйелі түрде жазылғанда емес. Міне, осы сауалдың төңірегінде аз кем ойлануды ұлттық қажеттілікке балаймын. Сондықтан да ең әуелі кез келген методологияның негізі ғылым екенін түсініп алғанымыз жөн. Олай болса, еуропоцентризм методологиясы да ғылым. Бірақ бұл қандай ғылым? Деп зерделей түсіп зерттесек, оның тылсымы мол құпиясы көп екенін анық байқауға болады. Бұған тіпті сіздер аса қатты таңырқайда қоймауларыңыз мүмкін. Өйткені бәрімізде осы методологиямен құндақталып, неше ғасыр ұйқылы ояу арбалып, сандалумен күн кешіп жүргеніміз де анық. Тек ойда жоқта келген тәуелсіздік дейтін тәтті сөздің ырғағымен ғана еуропоцентризм ерекшеліктеріне енді ғана ой жіберіп жатқандаймыз. Міне, осы арада санамызды ашып қарасақ, біздерді бодандықтың көрпесімен қымтап алған еуропоцентризм методологиясы бұрынғыдай емес, жанымызды да, тәнімізді де қызған темірдей қарып бара жатқанын сезіне бастадық. Сонда оның жалпы сипатынан тайға таңба басқандай анық байқалатыны империялық озбыр саясаттың айлалы тәсілдерін жүйелейтін ілімі екені анықталып отыр. Мінеки, осы қағиданың бірнеше дәлелдерін келтіріп көрелікші. Бірінші дәлел, еуропоцентризм методологиясында ең әуелі әлем тарихының әділеттілігі мен тағылымдық шындығы жоқ. Оның ең үлкен дәлелі ретінде адамзат тарихының бұрмалануын, фальсификациялануы айтуға болады. Мысал үшін, шығысында Қытайға, батысында Римге теңдессіз әсерін тигізген Тұран елінің тарихы қайда? Немесе, бүкіл Қытай қорғанынан Қара теңіз бен Қаптауына дейін созылған ғұн империясының өркениеті неге жасырылады? Бір мезгілде өмір сүрген Македонский марапатталады да, одан 10 есе күшті қолбасшы болған Меде хан жайында еш тарихта айтылмауының себебі неде? Тіпті Еуропаға аса үлкен әсері болған Еділдің, Атилланың тарихы неге жасырылды? Еуропаның 3 ғасырға дейін сақ тілінде сөйлегені, шығыс Еуропаның 9-10 ғасырларда қыпшақ тілінде байланыс жасағанында Кодикус Куманикус айтпаудың себебі неде? 6-8 ғасырларда бүкіл әлемді дүр сілкіндірген шығыс және батыс түркі қағанаттары жайында да айтылмауы қалай? Кешегі өткен Шыңғыс хан, Жошы, Батый, Алтын Орда жайындағы шындықтар неге бұрмаланып отыр? Айта берсе, бұл тәрізді тарихи әділетсіздіктер толып жатыр. Осындай әділетсіздіктің салдарынан бүкіл адамзат тарихының ғылыми жүйелері мен негіздері бұзылды. Сақтар мен ғұндар тарихының әдейі айтылмауынан бүкіл түркі халықтарының көне тарихы бұрмаланды. Осы бұрмалаудың бетін ашқан тек қазақ даласынан табылған бірнеше алтын адамдардың ескерткіштері еуропоцентризм методологиясының әділетсізде, жалған ғылым екенін дәлелдеді. Мұндай фальсификациялардың салдарынан адамзат қауымы бүгінгі дейін әділетті де қайырымды қоғам құра алмай отыр. Бұның ең үлкен зауалы мен залалы адамзат қауымының тәрбиесіне ауыр зардаптарын тигізуде. Екінші дәлел,
еуропоцентризм методологиясының әсерімен бүгінгі таңдағы қолданылып отырған бүкіл педагогика мен психология ғылымдарының негіздері мен жүйелері жалған бағыттарды басшылыққа алды. Мұнда да империялық саясаттың ықпалымен адамзат тарихының даму жолдарын дәл сипаттайтын Морган жүйесін және генетикадағы Мендель ілімін әдейі терістеу арқылы адам тәрбиесіне жалған тәсілдер ұсынды. Мысал үшін, мәселен, классикалық педагогиканың негізін философиядан шығаруы, бұл тіпті ақылға сыймайтын қателік. Өйткені Морганның жіктеуі бойынша адамзат қауымының дамуын үш кезеңге тағылық, төменгі, орта, жоғарғы сатылары бар 180 мың жылға созылады. Жабайылық, мұнда да төменгі, орта, жоғарғы сатылы 15 мың жыл, мәдениеттілік 5 мың жыл, бүгінгі дейін деп бөлінеді. Тек жабайылық кезеңнің төменгі сатысында ғана философиялық ой түгіл, енді шешен сөйлеудің белгілері, Маркс, білінеді. Олай болса, классикалық педагогиканың негізі философия деу, шындық түгілі қисынды өтірікке де ұқсамайды. Ғылыми педагогиканың негізі білім беру, оқыту, тәрбиелеу деуі, оның үстіне бүкіл еуропалық ғалымдардың Песталоцци, Макаренко, бала туғаннан бастап қана тәрбиеленеді дейтін түсініктері де қате екені дәлелденіп отыр. Бала ана құрсағындағы 4 айынан бастап тәрбие күтетіні ғылыми жаңалық ретінде мойындалған құбылыс. Олай болса, іште жатқан баланы оқыту, білім беру дегеннің көкейге қонбайтыны, ешқандай дәлелді қажет етпейтіні түсінікті. Аристотель мен Әл-Фарабидің ғылыми жіктеуі бойынша кез келген пәннің негіздері өзінің ішінен шыққанда ғана нағыз ғылыми пән бола алады дейтін ежелден белгілі тұжырымын еске түсірсек, ғылыми педагогиканың негіздеп отырғандары білімде, оқытуда сырттан келіп тұрғанын ажырату қиын емес. Ендеше, бүгінгі педагогика мен психологияның осындай империялық саясатқа бағынған методологиясынан бүкіл адамзат қауымының тәрбиесінде қабағат үлкен қателіктер бар. Осының салдарынан бүкіл біздің өркениетіміз бойынша адам баласының бойындағы үш жүйесі тән, жан, рух тәрбиелері үндестіктерін тапқан жоқ. Бүгінгі таңда тән тәрбиесінен басқа жан мен рухтың тәрбиесі түгіл, өзінің не екенін түсінбейтініміз шындық. Міне, еуропоцентризм методологиясының кереғар әсерлерінің бір саласы ғана осындай жайсыздықтарға ие екен. Осыдан келіп бұл кешегі империяларға немесе бүгінгі жаһандану саясатына не үшін қажет болды дейтін заңды сұрақ туындайды. Қысқа қайырып айтсақ, бір халық өзінің отарындағы ондаған халықтарды еркін билеп төстеу үшін қол астындағы халықтардың ұлттық және азаматтық санасын оятпауға тырысады екен. Сондықтан империя атаулы бодан халықтың ұлттық тарихын, халықтық педагогикасын жойып жіберуге тырысса, тілін, жер аттарын, дәстүрі мен салттарын өшіруді өзекті мәселесі ретінде таниды. Мінеки, осынау санамалаған ұғымдардың теріс жүргізілуінен, ұлттық және азаматтық саналардың ашылмауынан, бүгінгі маңдайымызға күйелі көсеудей ұрғылап жатқан шала қазақтар мен космополиттердің қасіретін түсінуімізге болады. Ал енді, осыншама ауыр кереғарлықты түзетудің жолы бар ма? Әрине, бар. Оны халық педагогикасы мен психологиясының негіздері атты ұрпақ тәрбиесінің жаңа ілімінен оқып танысқандарыңыз жөн. Ол келесі отырыстың әңгімесі болмақ. Үшінші дәлел, еуропоцентризм методологиясы отарланған халықтардың мәдениеттерінде жоққа шығаруға тырысқандығы бүгінгі таңда айпарадай болып ашылып жатқанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Мысал үшін, қазақ халқында тарихта, мәдениетте жоқ дейтін, кешегі еуропоцентризм методологиясына сүйенген кеңестік идеологияның қарабеттігін, даламыздан табылып жатқан археологиялық жаңалықтар тапжылтпай дәлелдеумен қоса, бүкіл дүниені таң қалдырып көздерін шырадай ашуда. Байтақ даламыздың төрт құбыласынан да шығысында Алтайдың мұзды тонының астынан, әуелгі қалпында бұзылмай табылған берелдегі алтын адам мен ер тұрмандары алтынданған, мүйізді жылқылар бүтін күйінде сақталуы, еуропоцентризмнің көмекейіне құм құйғандай болды. Тағы да сол шығыстағы Сауыр тауының етегіндегі шіліктіден табылған даналық өрнектерге толы зергерлік бұйымдардың мәні мен мазмұны тіпті ерекше екенін айтсақ та жетеді. Ал Алатау аңғарында табылған алтын адам дүниені дүр сілкіндіріп, қазір ақш-та және Бонның ғимаратында жанынан өткен жандарды тәнті етіп тұр. Жеріміздің батысы мен терістігіндегі енді ашылып жатқан көне қалалардың берері бұлардан да қызық болуы мүмкін. Мәдениеттен жұрдай, тағылықтан басқа тәлімі жоқ деп оқытатын түркілердің руна әліпбиімен жазылған үлкен және кіші күлтегін, тоны көп, білге қаған жазуларының ашылуы, еуропоцентризм методологиясының күл паршасын баяғыда-ақ шығарған еді. Бірақ бетсіздіктің беделі әлі дағы күшпен жүріп жатқаны белгілі.
Оның үстіне бүгінгі таңдағы сол методологиямен ғалым атанған көшірме сауаттылар ұйқысынан оянып дұрыс бағытты табуға талаптары мен дәттері жетер емес. Әйтсе дағы, бұрынғыдай емес, империялардың жамбас астына салып тастаған шындық көздері қасиетті көне ілімдермен көріне бастағанын қуанышпен хабарлауға болады. Бірте-бірте жоғарыда келтірілген деректердің бәрі де өзінің тарихи орындарын алатынына сенгіміз келеді. Әйтпеген жағдайда, адамзат қауымының тәрбиесі тәркіленіп, қоғамдағы тәртіпсіздік пен әділетсіздік апатты жағдайларға жеткізері хақ. Бұдан құтқаратын, тек халықтық тағылымға негізделген адамзаттық парасат пен сана ғана болмақ. 4. Педагогика мен психологияның ғылыми жүйелері. Жалпы ғылыми жүйе кез келген пәннің атқарар мың сан қызметтерін үндестіре жинақтап, ондағы зерттелетін ішкі сыртқы ұғымдардың біртұтас бүтіндігі мен ауқымдылығын қамтиды. Осының арқасында әрбір пән өзінің дұрыс бағытында зерттеліп қана қоймай, оның ашылмай жатқан ғылыми танымдары да жан-жақты танылып тереңдей береді. Ғылыми жүйесі мен негіздері дұрыс қаланбаған пәнде нәтижелі мағына мен мәні де, тіпті диалектикалық жетілудің болуы да мүмкін емес. Мәселен, қазіргі ғылыми педагогиканың күйі тура осыны байқатады. Бұл біздің кешегі өмір сүрген жасанды қоғамымыздың аса ауыр, запыран тектес ащы шындығы. Қазіргі кезде ежелден ғылыми жүйелері мен негіздері дұрыс қалыптасқан пәндер өздерінің өте күрделі ішкі сипаттарын қопара ашып, тереңге жатқан қиялға сыймас ғажайып құбылыстарын танытуда. Мысалы, физикадағы кванттық теорияның дүниеге келуі, биологиядағы биотехнология, химиядағы жасанды белок алу жолдары, айта берсе шынайы ғылыми негіздерінде дамыған пәндер толып жатыр. Тағы да бір мысалға көңіл аударсақ, мәселен, ми қабаттарының жұмысын түсіну үшін оның тек клеткаларының қызметін жеке-жеке қарастырып қоймай, керісінше нейрондардың өзара байланысуы мен клетка аралық біртұтас жүйенің қалыптасуынан бөлек-бөлек мишықтардың атқарар қызметтері үндесіп, бүкіл адам миының болмысы мен табиғи жүйесі анықталады екен. Дәл осы тектес ғылыми жүйе халық педагогикасы мен психологиясына да ауадай қажет екені айтпаса да түсінікті. Бірақ ол ешқандай жасандылыққа ұрынбай, өзінің ішкі мүмкіншіліктерінен өркен алуға тиісті. Оның барынша табиғи қалпын анықтайтын ең маңызды тетігі халық педагогикасы мен психологиясының жүйесі өзінің ғылыми методологиясынан шығатындығымен құнды. Біз ұсынып отырған методологияның екі сатысынан немесе екі деңгейінен биологиялық индивидте жүрек тәрбиесінің жүйесі қалыптасса, ал екінші сатысы сананың жетілуінен ақыл тәрбиесінің жүйесі пайда болады екен. Жүрек тәрбиесі. Жүрек тәрбиесін халық педагогикасы мен психологиясының ғылыми жүйесі ретінде ұғыну үшін жер бетіндегі 18 мың ғаламның, яғни жалпы жаратылыстағы тірі табиғаттың үштаған негізгі қасиеттерін көңіл көзіне сыйғанынша зерделей талдай шолып өту аса қажет. Бірінші таған ежелгі замандағы палеозой, мұхиттардың түбінде пайда болған бір клеткалы тіршіліктерден бастап бүгінгі адамдық түрге дейін жетіліп жарты миллиард жылға созылған 500 миллион жер бетіндегі тіршіліктің ұзақ ғұмырындағы өзгерістерге шолу болып табылады. Олар ең әуелі бір клеткалы тіршілік, губкалар мен құрттар, сауытты және буын қанатты балықтардың түрлері космекенділер, бауырымен жорғалайтындар, жануарлар мен адам тектес маймылдар, адамдар деп барынша қысқаша жасалынған тізбекке көңіл аударамыз. Екінші маған жоғарыда аталған жаратылыс сатысында дамушы тіршілік иелеріндегі ең алғашқы пайда болатын түйсіктік накаттан стап, біртіндеп нерв клеткаларынан жетілетін жүйке талшықтары, сонан кейін күрделене түсетін жұлын мен мидың астыңғы қабаттарына жіктеліп, тіршіліктің тылсымға толы сыр сандығына айналып отырған адам миының құдіреттеріне зер салуымыз керек. Үшінші маған адам ұрпағының ана құрсағындағы өсу сатыларындағы құпияларды ашу арқылы бүкіл бірінші таған мен екінші тағандардағы айтылған күрделі құбылыстардың түгелдей қайталанатындығын түсіну арқылы жүрек тәрбиесінің мәні мен мағынасын ұғынып қана қоймай, нақтылы тәрбие тетіктерімен құрсақтағы жан иесінің тәрбиесін басқаруға болады. Ендеше жүрек тәрбиесі негізінде ана құрсағында жетіліп, адамның жарық дүниедегі ғұмырын түгелдей қамтиды екен. Бұл жүйе арқылы адамдағы туа пайда болатын қасиеттер мен тұқым қуалайтын генетикалық тылсымдарға да ықпал етуге болады. Мінекей, осы уақытқа дейін адам тәрбиесінде қолданылмай келген осыншама құдіреттің орнын бесікті ғана түзеп, толтыра аламыз ба? Әрине, жоқ, үзілді-кесілді жоқ. Мұның сырын ұққанда ғана ұлы Абайдың аңсаған, нұрлы ақыл иесіне жататын толық адамды көз алдымызға елестетер еді. Ана құрсағындағы жан иесі 9 айдың ішінде, жарты миллиард жылға пара-пар уақытта жетілген тіршілік әлемінің әр сатысын басып өтетіні, ғылымда елден неше рет дәлелденген құбылыс.
Адамның бір ғана клеткадан өрби жетілетін тән құрылысындағы әрбір мүшенің қалыптасу жолдары қандай күрделі болса, ал онан да бетер тылсымға толы жан дүниесін қалыптастыратын түйсіктер мен ішкі сезімдердің санаға дейін өркен алуы, тіпті қиялға да сыймайды. Міне, осыншама күрделіліктің күрмеуін шешу тек ананың құдіретінде екенін ескерсек, біз айтып отырған жүрек тәрбиесінің мәні теңдессіз терең екендігін аңғарамыз. Сондықтан да ата-бабамыз алып анадан туады деп ұрпағына ұлағатты өсиет қалдырыпты. Бірақ бұл өсиетті осы уақытқа дейін ұрпақ тәрбиесіне пайдаланбақ түгілі, тіпті оның мән-мағынасын дұрыс ұғынуға да мұршамыз болған жоқ. Өйткені бодандықпен өткен басыбайлы тіршілік халқымыздың көптеген қасиеттерін түп тұқиянымен құртып жіберуге аз-ақ қалғаны белгілі. Енді ғана қолға алына бастаған халық педагогикасы мен психологиясын бұрынғы құлдық қадетімізге басып, жалпылама пікірмен жайдақтатып жібермей, оның ғылыми негіздері мен жүйелерін қиыннан қиыстыра отырып, ғылыми пән ретінде қалыптастыруды ұлы мақсат етіп қоюымыздың мәні осында жатыр. Сонымен жүрек тәрбиесі адам ғұмырындағы биологиялық индивид сатысын түгелдей қамтиды екен. Адам тәрбиесінің бұл кезеңі тек қана биология мен физиология заңдылықтарына бағынатынын ескерсек, құрсағындағы жан иесіне әсер ететін бірден-бір құдірет анасының парасаты мен ішкі сезімдерінің тереңдігі екені белгілі. Міне, табиғат шебер сыйлаған осыншама қасиетті қазіргі ана атаулы білмейтіндіктен адам тәрбиесінің бұл кезеңі, яғни ана құрсағында жүргізілетін тәрбие мүлдем қолға алынбай отыр. Мынау біз ұсынып отырған жүрек тәрбиесінің жүйесі дәл осы олқылықтың орнын толтырмақ. Мұның егжей-тегжейлі сыры мен қырына халық педагогикасы мен психологиясының екінші негізінде немесе ана құрсағындағы 9 ай делінетін физиологиялық кезеңді сөз еткенде тоқталмақпыз. Ақыл тәрбиесі. Ақыл тәрбиесін халық педагогикасы мен психологиясының екінші ғылыми жүйесі ретінде ұғыну үшін оның ең алғашқы басталатын сәтін анықтап алуымыз керек. Бұл сәт адам тәрбиесінің нәресте кезеңінде жетілетін қасиеті мол аса бір үлкен құбылыс. Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптастырған халықтық тәлімінде ақыл тәрбиесінің алғашқы сәтін нәрестенің 40 күнге толған мерзіммен сабақтастырады да оған 40-нан шығару ырымдарын жасайды. Ал бала 40-нан шыққанда жасалатын әрекеттердің өзіне көшсек, біріншіден нәресте мойнын ұстай алатын халге жеткендіктен алғаш рет оның қарын шашын алады. Екінші қолымен аяқтарының өсіп үлгерген тырнақтарын қысқартады. Үшінші, бала жанарының қарашықтарын меңгеріп ұстай алатындықтан енді оның бесігінің арқауына түрлі түсті ойыншық заттар іледі. Міне осылайша нәресте 40-нан шыққанда тұңғыш рет ақ пен қараны ажыратып, ақыл тәрбиесінің қиыны мен қызығы мол ұзақ сапарына аттанады. Ол осы сәтте ең алғашқы таңырқау мен таңданудың күйін кешеді. Бұған дейін жүрек тәрбиесінің көмегімен ана құрсағында түйсіктік ақыл қалыптасса, енді қарашығын ұстаған сәтінен ақыл тәрбиесінің арқасында сананың салтанат құратындығын байыптап қана қоймай, оның бүкіл қыры мен сырына тереңдей үңілудің мәні зор. Ендеше, халық педагогикасы мен психологиясының екі жүйесі жүрек және ақыл тәрбиелерін дұрыс жүргізуді тіршілігімізге енгізсек, адамзат қауымының бұрын-соңды жетіп көрмеген парасатты абзал бейнесін жасар едік. Осы арада арнайы көңіл бөлетін аса бір құдіретті құбылыс бар. Осынау домбыраның қос ішегі тәрізді адам тәрбиесінің өркені болып саналатын жүрек тәрбиесі мен ақыл тәрбиесін өзара үндестіріп күйге келтіретін тек қана бесік жыры екенін ерекше атағымыз келеді. Осы үндестікпен бұл екі жүйе бірін-бірі байытып тереңдетумен қоса, адам бойындағы мінезді сырбаздыққа, оның тегіндегі тума қабілет дарындарын аса өткір қарымдылыққа жеткізіп, ұштай түсетінін көретін күнде туады. 5. Педагогика мен психологияның негіздері. Адам өмірінде пайдаланатын кез келген пәндердің негіздері өздерінің ішкі мүмкіншіліктерінен тамыр алғанда ғана, өзінің методологиясынан дамитын жүйелері бар ғылыми пән ретінде қалыптасатындығы белгілі. Бұл қағида халық педагогикасы пәніне де тән. Олай болса, халық педагогикасы мен психологиясының негіздері дегеніміз не? Оны қалай және қайдан іздеуге болады? Өйткені бүгінгі дейін халық педагогикасы ғылым емес, оның негіздері мен жүйелері түгіл, методологиялық теориясы да жоқ дейтін қалыптасып кеткен пікірлер бар. Г. Волков, этнопедагогика, 1974. Жоғарыда айтылған халық педагогикасы мен психологиясының методологиясында көрсетілгендей, адамның тон қуатынсыз оның жан дүниесі еселей дамып, жан-жақты жетіле алмайтындығы түсінікті.
Ендеше, халық педагогикасының негіздерін адамның өз бойындағы ішкі қасиеттерінен, нақтырақ айтқанда, оның тән құрылысының дамуын белгілейтін физиологиялық кезеңдерінен алатындығымыз дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат екен. Себебі, адамның тән құрылысының жетілуі тікелей физиология заңдылықтарына бағынса, ал жан дүниесінің рухтануы тәлімдік тәрбиелердің ережелерінен нәр алатындығы анық. Олай болса, адам тәнінің физиологиялық өсу кезеңдері тәлімдік тәрбиелердің негіздеріне, яғни халық педагогикасының негіздеріне нәр беретіндігі аксиомалық шындық. Сондықтан да адамның ержету жолдарындағы әрбір кезеңдердің өздеріне ғана тән тәрбие әдістері бар. Тіпті өсу кезеңдерінің уақыт мерзімдері жеке-жеке даралана тұра, үзіліссіз тәрбие тәсілдерінің әсерімен өзінің біртұтас үндестіктерін жалғастыра береді. Енді адамның өсіп жетілуін қамтамасыз ететін оның 7 түрлі физиологиялық кезеңдері: ұрық тазалығы, ана нәресте, балбөбек, сәбилік, балиғат, құрсағындағы 9 ай кәмелеттік деп аталынатын 7 кезеңіне тоқталып көрелік. Мәселен, кез келген тіршілік иесі ұрықтан, яки дәннен өсетін болғандықтан, шартты түрде адам тәрбиесінің бірінші кезеңін отбасын құруға дайындық және ұрық тазалығы деп бастаймыз да, оны халық педагогикасы мен психологиясының бірінші негізі ретінде қарастырамыз. Осы арада міндетті түрде мынандай заңды сауалдар туындайды. Біз адам тәрбиесін бұлайша реттеуден не ұтамыз? Оның ғылыми негіздеу мен жүйелеу әдістеріне қосар үлесі қайсы? Жасанды делініп отырған ғылыми педагогикадан айырмашылығы не? Бұл тәріздес аса күрделі сауалдарға халық педагогикасы мен психологиясының ғылыми методологиясы мен екі түрлі жүйесін айқындайтын психофизиологиялық жаңа көзқараста бір сыдырғы тоқтаған едік. Енді, халық педагогикасы мен психологиясының негіздерінің көмегімен адам тәрбиесінің осы күнге дейін жұмбақ болып келген сырларын ашумен қоса, тіпті тісіміз батпай жүрген тылсымдарын да шешуге қолғабысын тигізеріне сеніміміз мол. Мәселен, халық педагогикасы мен психологиясының бірінші негізі деп отырған отбасын құруға дайындық және ұрық тазалығының өзі қисапсыз қызықта аса терең ұғымдардың мәнін ашады. Ең әуелі отбасын құрудың шын мәндегі мақсаты мен мәніне жету үшін, оған міндетті түрде табиғат заңдылықтарына сәйкес дайындалудың қажет екендігін түсіндіреді. Бұл қажеттілікті өзін-өзі сақтау инстинктісі арқылы табиғатта жүрген түс тағылары да бұлжытпай орындайтындығын бәріміз де жақсы білеміз. Болашақ ұрпақ үшін олар бір ай бойы арнайы дайындалып, тіпті жандарын қиярлықтай күй кешетіндіктері белгілі. Ал егер адамдар да ұрық тазалығын сақтау арқылы қаншама кәсірет пен қайғыдан құтылатындығын түсінсе, келешек ұрпағына өзі жасап жүрген қиянаттардан тыйылар еді. Сонда, халқымыздың дәстүр салттарында қалыптасқан тектік қасиеттерімізге қайта оралып, ұрық тазалығының көмегімен бүкіл генетикалық ілімнің ұсынатын телгей терең табиғат тылсымдарын түгелдей алақанымызға қондырмақпыз. Міне, осынау ұғымдар тек айтқанға ғана жеңіл, әйтпесе көк жиегіне көз жеткісіз, қаншама құдіреттерді бауырына басқан өзі бір жатқан әлем емес пе? Ендеше табиғаттың кешіре алмайтын тұрақты заңын бұзу арқылы адамдар қатты қателесіп жүргендіктерін мойындайтын мезгіл жетті. Анашаны айтпағанда, тек арақ пен темекінің өзінен ақ адам ұрпағының қаншалықты азып тозып жатқанын уақыт көрсетіп отыр. Азғындаудың бұл түрлерін бәріміз де көріп те, күнделікті естіп те жүрміз ғой. Тіпті қазіргі адамдар арақ пен шараптың қызығына қонығып, ұлдарымыз түгіл қыздарымыз да темекіні жілік майын жұтқандай сорып, бұл аз дегендей анашамен уланып жүрген тірі өліктердің ертеңгі ұрпағынан не күтуге болады? Оның үстіне айналадағы экологиялық апаттардың әсерлері тағы бар. Осылардың зардабынан бүгінгі дүниеге келіп жатқан сәбилердің кәсіретінде шек жоқ. Олардың 2-5 тіпті 9 торқаның ішінде жан тәсілімін беріп олы туып жатса, ал тағы да 20 тие аяқ қолдары сал болып ақыл, ессіз азаппен күндерін кешуде. Өмірге тірі келді дегендерінің өздері де зейіндері әлсіз, зерделері таяз екендіктерін несіне жасырамыз. Мінеки, осы қасіреттердің бәріне де алдыңғы буынның жауапты екенін ашық айтатын мезгіл жетті. Адамдар, ұрпақ қамын ойлап, ұрық тазалығы мен ана құрсағындағы тәрбиеге бет бұрыңыздар демекпіз. Бұл халық педагогикасы мен психологиясының алғашқы екі негіздері бүгінгі дейінгі адам тәрбиесіне қолданылмай келгені өз алдына, сонымен қоса, адамдықтың мәйегі мен бекзаттықтың тегі де осы кезеңдердің ішінде жатыр. Ендеше, халық педагогикасы мен психологиясының негіздері тек адамның физиологиялық кезеңдерінен тамыр тартатынын еш уақытта естен шығармаған жөн. 6. Ережелер мен қағидалар.
Сұрақ-жауап. Сұрақ: халық педагогикасы мен психологиясы дегеніміз не? Жауап: халық педагогикасы мен психологиясы дегеніміз адамның жан дүниесін тәрбиелейтін және зерттейтін ілім. Сұрақ: адам дегеніміз не? Жауап: адам дегеніміз үш түрлі аса күрделі жүйеден тұратын жаратылыстың ең жоғарғы сатысындағы тіршілік иесі. Бірінші жүйесі тән құрылысы. Екінші жүйесі жан дүниесі немесе психикасы. Үшінші жүйесі адамның рухы. Сұрақ: жан дегеніміз не? Жауап: жан дегеніміз формасы. Жанның үш түрлі сипаты бар. Бірінші сипаты өсімдіктердің жаны. Екінші сипаты жануарлардың жаны. Үшінші сипаты адамның жаны. Жер бетіндегі кез келген тіршіліктің жанның арнасы немесе мүшелері: түйсік, ұя, сүю, зерде, мінез, жігер, табиғи қабілет және ішкі бес сезім. Сұрақ: тон құрылысы дегеніміз не? Жауап: адамның тән құрылысы дегеніміз көзге көрінетін сыртқы мүшелерден және көзге көрінбейтін ішкі мүшелерден тұрады. Сұрақ: адамның рухы дегеніміз не? Жауап: адамның рухы дегеніміз адамды жер бетіндегі күллі тіршілік иелерінен ерекшелеуімен қоса, оның келешек ұрпағына қалдырар рухани байлығын да қалыптастырады. Олай болса, халық педагогикасы адамның жан дүниесі мен тән құрылысын дұрыс тәрбиелеу арқылы оның аса биік рухын да жетілдіреді екен. Сұрақ: халық педагогикасы мен психологиясының методологиясы дегеніміз не? Жауап: халық педагогикасы мен психологиясының методологиясы дегеніміз жалпы және жекелеген тәрбие әдістерін зерттеумен қоса, оны өмірге енгізіп пәрменді түрде ұйымдастыруды да қамтамасыз етеді. Ол екі түрлі сатыдан немесе деңгейден тұрады. Бірінші сатысы биологиялық индивид. Екінші сатысы сананы жетілдіру немесе адамдық тұлғаға дейін жетілдіру. Сұрақ: биологиялық индивид дегеніміз не? Жауап: биологиялық индивид дегеніміз тіршіліктің түрлері дей тұрсақ та, адам тәрбиесінің ана құрсағындағы кезеңінде физиологиялық және биологиялық заңдылықтарды пайдалану арқылы тек ана атаулының ғана қолынан келетін тәрбие тәсілдері алып анадан туады дейтін асыл сөздің мәні осында жатыр. Сұрақ: биологиялық заңдылықтар дегеніміз не? Жауап: биологиялық заңдылықтар дегеніміз жер бетіндегі күллі тіршілік атаулының дұрыс өсуін, өнуін, көбеюін тікелей айналасындағы табиғи ортамен үндестіре отырып, бірқалыпты бейімделуі мен жетілуін қамтамасыз етеді. Сұрақ: физиологиялық заңдылықтар дегеніміз не? Жауап: физиологиялық заңдылықтар дегеніміз жалпы тіршілік иелерінің сыртқы және ішкі мүшелерінің қалыпты дұрыс қызмет етуін қамтамасыз етеді. Сұрақ: сонымен халық педагогикасы мен психологиясы қандай пән? Жауап: халық педагогикасы мен психологиясы тікелей адам тәрбиесін қалыптастыратын бірден-бір пән. Оны жер жүзіндегі барлық халықтар қанымен де, жанымен де жасаумен қоса, көзінің қарашығындай сақтап ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып отырады. Сұрақ: халық педагогикасы мен психологиясының негіздері дегеніміз не? Жауап: адам тіршілігінде пайдаланылатын кез келген пәндердің негізі тек қана өздерінің ішкі мүмкіншіліктерінен қалыптасатыны белгілі. Ендеше, халық педагогикасының негізі де өзінің тән құрылысының физиологиялық жетілу кезеңдерінен жасалынатындығы айдан анық ақиқат. Сұрақ: халық педагогикасы мен психологиясының жүйелері қайдан шығады? Жауап: халық педагогикасы мен психологиясының жүйелері өзінің ғылыми методологиясынан шығады. Оның екі сатысынан, яғни биологиялық индивид деңгейінен бірінші жүйесі, жүрек тәрбиесі қалыптасады да, ал қоғамдық тұлғаға жетілдіру деңгейінен екінші жүйе, ақыл тәрбиесі пайда болады. Жүрек тәрбиесі негізінен түйсік пен сезімдердің әсері арқылы ана құрсағында қалыптасады. Міне, осынау адам тәрбиесінің ана құрсағында жүргізілуге тиісті тәсілдерін өзінің ішкі түйсігі арқылы мыңнан бір ана ғана сезіне білсе, ал қазіргі кездегі ана атаулының көпшілігі тіпті түгелге жуығы білмейді десек ешқандай да артық айтқанымыз емес. Ал екінші жүйе, ақыл тәрбиесі, нәрестенің қарашығын ұстап ақ пен қараны ажыратып, алғашқы таңырқау мен таңданудан оянатын сәби санасының сәулесінен бастау алады. Сұрақ: сана дегеніміз не? Жауап: сана дегеніміз аса күрделі құбылыс дей тұрсақ та, оның көмегімен адам өз жағдайын түсіну арқылы дер кезіндегі қимыл әрекеттерін, әртүрлі сезімдері мен ой қорытындыларын бақылай алады. Сұрақ: санаға әсер ететін немесе оған көмектесетін не? Жауап: санаға көмектесетін ұғымдар ой, ойлану, мақсат қою, әсерлену мен армандау, талап, тілек,
қайғыру мен қуану. Осы ұсынылып отырған қағидалардың барлығы да автордың «Халық педагогикасының негіздері» атты монографиясынан алынып отыр. Біз бұл еңбекті адам тәрбиесі жайындағы жаңа ілім деуіміздің мон, расында да жалпы халық педагогикасы тұңғыш рет ғылыми пон ретінде қарастырылумен қоса, оның бұрын-соңды болмаған методологиясы, 7 түрлі негіздері және 2 түрлі жүйелері педагогика ғылымындағы соңғы құбылыс екенін ашып айтқанды жөн көрдік. Жоғарыдағы сұрақ және жауап ретінде қарастырылған аса күрделі мәселелер адам тәрбиесіндегі өте қиын күрмеулерді шешу үшін жеке-жеке даралай бөліп қарастыруға мәжбүр етті. Жалпы біздердің санамызда бұрынғы бодандықпен қалыптасқан өзіңе өзің сене алмайтын құлдық психология бар. Соның салдарынан басқа жұрт айтқанның бәрі ақиқат, ұсынғандары түгел ғылыми жаңалық, жазғандарының бәрі шылқыған шындық тәрізденеді де тұрады. Әлі күнге дейін талғамсыз еліктеуден есіміз шығып, жаттанды көшірмелерден жалған ғылымсымақтар жасап, жанымыз азып, тәніміз тозып, ата-бабаларымыздың айтқан небір өсиет сөздері адыра қалып, өзгеге емінуден көз аша алмай отырмыз. Басқаны былай қойғанда ана тіліміздің өзін өзге емес, өзіміз қорлап жүргеніміз де сол құлдық психологиямыздың салдары болып табылады. Сондықтан да өзіміз ашқан ілім десек те, жаңалық десек те үрке қарап, тас керең болып қалғандай меңіреу күйге түсеміз. Бүйтіп тәуелсіз ел болудың сыры мен сипатын танудың өзі де қиынға соғатын тәрізді. Достар, аудио пішімде тыңдағыңыз келетін басқа кітаптарды жазыңыз. Лайкіңіз бен түсініктемелеріңіз үшін рахмет. Егер әлі жасамасаңыз, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сізге жақсылық тілейміз.